Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Сарбай Перизат. Бүгін біз компьютерлік графика және OpenGL қолданбалы интерфейсі орнатуды көрсететін боламыз. Ең алдымен компьютерлік графика дегеніміз не? Және ол қай салаларда көп қолданылады? Және оның негізгі мақсаты қандай деген сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Компьютерлік графика әртүрлі кескіндерді, суреттерді, сызбаларды компьютердің көмегімен алуда қарастыратын информатиканың маңызды саласы. Дербес компьютерді пайдаланушылардың қатарында компьютерлік графикамен айналысатындардың саны күн санап артып келеді. Қазіргі кезде кез келген мекемеде кей уақытта газеттер мен журналдарға жарнамаға тапсырыс беру немесе жарнамалық парақшалар мен буклеттерді басып шығару қажеттілігі туындайды. Олардың кейбіреулері осындай жұмыстарды арнайы дизайнерлік бюро мен жарнамалық агенттіктерге тапсырса, кейбіреулері қолда бар программалық құралдарды қолдана отырып, өз күштерімен жасауға тырысады. Қазіргі танымал программалардың ешқайсысы да компьютерлік графикасыз жұмыс жасамайды. Бұған алдағы сабақта көз жеткізетін боламыз. Енді сіздерге дәл қазір мен компьютерлік графиканың негізгі мақсатына тоқталып кетейін. Негізгі мақсаты нағыз суреттің барынша шынайы иллюзиясын экранда шығару. Бұл компьютерлік графиканың негізгі мақсаты. Сонымен қатар бізде компьютерлік графиканың объектісінің программалық кодын жазу C++ тілінде болады. Мен сіздерге қазір OpenGL қолданбалы интерфейсін орнатуды көрсететін боламын. Мен алдын ала интернеттен OpenGL қолданбалы интерфейсін скачать етіп алдым. Міне, көріп тұрғандарыңыздай. Енді біз OpenGL қолданбалы интерфейсіне тоқталып кетсек. OpenGL кітапханалардың жиынынан тұрады. Барлық базалық функциялар GL негізгі кітапханасында сақталынады. Бұл негізгі кітапханадан басқа OpenGL-ді тағы бірнеше қосымша кітапханалар бар. Көріп тұрғандарыңызда ол Glue, сонымен қатар Glut, бұдан да басқа өзге де библиотекалар, кітапханалар бар. Енді OpenGL қолданбалы интерфейсін орнату үшін біз не істеуіміз керек? Ең алдымен біз Program Files 86 папкасын ашамыз. Сол папканың ішінде Visual Studio папкасын ашамыз. Міне көріп отырған 2017 Community папкасына кіріп, VC папкасын ашып, сол жерде Tools папкасының ашып, Include папкасының ішіне біз GL папкасын орнатамыз. GL папкасын орнатамыз. Міне көріп отырғандарыңызда GL папкасы тұр. Мен алдын ала орнатқам. Менде бұл библиотекалар жұмыс жасауда. Екінші бізде Tools папкасын ашамыз қайтадан. Сол жерде Lib папкасын ашып, ішіне 4 библиотеканы орнатамыз. Міне, осы библиотекаларды, міне 4 библиотеканы орнаттық.
Одан шығып, біз System папкасын табамыз. Windows папкасын ашамыз. Windows папкасының ішінен біз System папкасын ашып қараймыз. System папкасының ішіне Glue.txt DLL папкасын, библиотекасын орнатамыз. Мен бұл библиотекаларды алдын ала орнатып қойдым. Бұл библиотекалар менде жұмыс жасауда. Енді тексеріп көрсек болады. Ол үшін біз дайын кодты алып, міне. Компилятор жасап көрсек болады. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, бұл библиотекалар жұмыс жасауда. Сіздермен қауышқаныма өте қуаныштымын. Келесі сабақта көріскенше.